Ал мынау ненеке, Құдай сақтасын, ағымдардың ең бірінші іс әрекеті отанға деген махаббатты алып тастайды. Және біліңізді, ата анаға деген махаббатты алып тастайды. Ағайын туысқанға деген махаббатты алып тастайды, құрметті ағайындар. Бұл өте жаман нәрсе. Сонымен адам өзінің кім екенін білмей қалады. Қараң, отаныңа махаббат болмаса, ата-анаңа махаббат болмаса, ағайын туысқаныңа деген құрмет болмаса, еліңе деген сүйіспеншілік болмаса, біттің сен да. Онда не қыласың, Құдай сақтасын, жағдай қиын болады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Медине қаласына келді ғой. Медине қаласына келген уақытта сахабалармен келді, бір өзі келген жоқ қой. Сахабалардың көңіл күйі жоқ, Меккені сағынған, Медине жат ел ғой бәрібір. Қандай қарапайым мәселе, бәрімізде белгілі. Атырауға бар, болмаса қандай бір қалаға бар да, әдемі қалаға бар да, қонақ қып күтсін, қызмет жасасын, дастархан жайып тастасын да. Бір ай, 2 ай мүмкін қызық өмір сүретін шығарсың. Бәрібір туған жерің сағынасың, сағынбайсың ба? Сағынасың. Онда ел жоқ. Адам туған жері. Сен елдің ішінде болсаң, туған жерің, ауданың сағынасың. Сыртқа шығып кетсең, Қазақстаның сағынасың. Адам табиғатта бар нәрсе. Сонда меккелікте жаңа мұхажирлер ғой, көңілсіз болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дұға қылады. Алла тағалам, қараң, біз Меккені қалай жақсы көрген болсақ, жақсы көріп тұр ғой, көрдіңіз ба? Табиғатында бар нәрсе. Бұл адам, бұл шариғат сен жақсы көр деп айтқан жоқ. Адам табиғатында бар, Құдай жаратып қойған нәрсе ғой бұл. Сонда Алла тағалам, біз Меккені қалай жақсы көрген болсақ, Медине қаласын солай жақсы көруді нәсіп ет. Болмаса, одан да қатты жақсы көруді нәсіп ет деп дұға қылды да. Қараңыз да, адам баласы отанын жақсы көру үшін жақсы көрмейсің ба, сұра Құдайдан. Жақсы көруді сұра. Сен жақсы көрмесең отанға қызмет жасай алмайсың да. Ең сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Медине қаласын жақсы көре бастады. Әл-Мәдинатул Мунаввара, нұрланған қала ғой. Сонда келетін түнде кірмейді екен ғой, тек күндіз кіреді екен ғой, қараңызшы. Ал енді қараңызшы, өйткені неге? Түнде келсе қап-қараңғы, сағынышың басылмайды. Күндіз келген кезде көшелерін көреді, ғимараттарын көреді, адамдарын көреді, сағынышын басып кіреді екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал енді Медине қаласына жақындаған уақытта, хадис Бұхариде келеді, Алла разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көлігін не қылатын болған, тез жүргізетін болған ғой. Бұл ғалымдар Ибн Хаджар Асқалани, Алла разы болсын, айтады, бұл пайғамбарымыздың, қараңызшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отанын, немесе Медине қаласын қаншалық жақсы көретінін көрсетеді дейді, өйткені көруге ашықтыратын дейді. Сол үшін құрметті ағайын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі, сахабалары не қылды, бұл отанын жақсы көрген. Сол үшін отанды сүй иманнан деген қазақта әдемі сөз бар, жалпы мұсылман қоғамда әдемі сөз бар. Сол үшін отанды сүю иманнан.